Mına Muhitcan Jalaladdin Rumiy atamiz ko'zning tirisini mesnevi жазып, dаңқы шар tarafqa taraydi ғой. Sodan buna Bizantiyada bir Hristiyanның әулиесі оқып, bir danışman ырза болады екен. Ойпырмай, Құдай-ай, мына мұсылмандарда мұндай да бір әулие бар екен, мына сөздер не деген маржан, мына шөліңді қандырады. Енді ол кезде Константинополь ғой. Бұл адам қайда дейді екен. Бұл мына Конияда. Бұл барып көрейік, сөзін тыңдайық та, мына көзі тірі болса. Содан бір мұсылман досы бар екен, сол айтты, жүр Конияға алып барайын мен сені. Содан Конияға келеді. Сол енді жағы Руми атамыз осына медресеге келе жатса керек, енді ол кезде бұндай үлкен шаһар жоқ. Осынау мәхәлләнің арасында келе жатқан ғой. Содан енді екеуі бетпе-бет кеп қапты, кездейсоқ. Сонда айтты дейді жағы қасындағы жетекшісі, ойпырмай, жол болар жігіттің жеңге шығады алдынан деген, Хазіреті Маулана деген кісі мынау болады міне. Алдымыздан шықты. Содан енді ана кісі ырза болғаннан кейін Жалалладдин Румийді көріп, тағзым етіп, осы бұлай 10 рет басын иіп бейшара құрмет көрсетіп атыр дейді енді. Мына біздің қазақтың келіндері сәлем салады ғой. Ата енелеріне үлкен қайнағалар сол сияқты. Руми адам сұрады дейді, бұл кім мынау? Бұл осындай да осындай, мына Константинопольдің бір атақты бір данышпаны, христиансызды бір көруде, зар, әңгімеңіз тыңдаймын деп, сәлем берейін деп, зиярат етіп келіп тұр. Сосын айтты дейді, енді рахмет бауырым, енді оншама бір арнайы келетіндей, ондай дәреже жоқ, мен бір Құдайдың қарабет құлымын, бірақ ықыласыңа рахмет айналайын. Содан енді ол кісінің атағын таныстырды, ол да енді кенде емес екен, ол пәленбай жа шіркеу ұстайды екен, оның Түгенбай шәкірті бар екен. Сонда Жалалладдин Руми атамыз оған 15 рет тағзым етті, иіліп. Соны енді ана христиан қайран қалыпты сұрады дейді, ойпырмай мына мұсылмандарда адам баласына, кісі баласына иілмейді, тағзым етпейді, мұны ширк, анау мына бәлен бәштің болады дейтін еді, бұл не әңгіме деп. Ол сандалған әңгіме деп айтты. Біздің пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату уассаламның хадисінде айтады, Алла тағала бәрі махаббатпен бұл мақұлықты жаратты дейді, оның ішінде сен де барсың, христиан болсаң да адамның баласысың. Сен ол әңгімені қой, кеттік қонаққа барамыз деп айтты. Содан мына жерге қонаққа алып келді дейді, қонақ келді шай қойыңдар деп, содан шай қой, тамақ ішіп, содан жаңа семғасын демейді, одан жаңа әңгіме, неше түрлі інжу маржан, әңгіме бітпейді, 3 күн 3 түн отырады. Содан бұл әңгіме бүкіл Конияға тарап кетті дейді. Ойпырмай осындай бір христианның священнигі келді. Жаңағы Румийдің әңгімесін тыңдап, аузын ашып, көзін жұмып, рухани мас болып, мұхлис болып кетті деп. Содан 3 күннен кейін шығарып салады, тәтті тәттісін береді, бөледі, келіншексін жеңгемізге апарып кетіп, бір орамал, сорамал, бір мата-сата бергенін шығарды. Содан енді ол кеткеннен кейін, осы жердегі Кониядағы сұлтан шақырды дейді бұны. Хазірет, келіңіз, естіп атырмыз. Осындай Константинопольдан бір данышпан келді дейді, сізге мұхлис дейді, не әңгіме бұл деп. Сонда Руми атамыз айтты дейді, сұлтаным, ана христианның данышпанымен ойнауға болмайды, ана өте қауіпті адам деп айтты. Неге? Сіз білесіз ба, бізге пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату уассаламның кейінгі үмбеттеріне қалдырған, бастарына кигізіп кеткен мынандай алтын тажы бар еді ғой. Ол алтын таж әдеп еді ғой. Әдеп деген бұл бір таж, басыңа қой да кете бер деген. Ол сынықтық еді, ол кіші пейілік еді, ол әдеп еді. Ол осындай адам баласына деген құрмет тағзым еді. Ана христиан маған 10 рет тағзым қылып, менің басындағы, мұсылманның басындағы тәжді шешіп алды деп айтты. Енді бір сәл кешіккенімде, сол мұсылманның басындағы тәжін өзінің сол христиандарына алып кетпекші екен. Бірақ мен де қарап қалған жоқпын. Құдай да маған жәрдем қылды, пайғамбарым шапағат қылды. 15 рет тағзым қылдымдағы, оның басындағы мұсылманның тәжін қайтадан тартып алдым деп айтты, әдеп тәжін. Сөйтіп өзіміздің үмбеттің басына кигізіп қойдым. Егер бұл таждан айырылғанымызда, бұл Құдайдың берген бағымына христиан әлеміне кететін еді. Зорға дегенде осы мұсылманның басындағы бағым тажын әрең дегенде алып қалдым. Сондай бір қатерден бізді бүгін Құдай сақтады деп. Сонда ойпырмай, Алла сақтаған екен деп айтты сұлтан. Ойбай сақтағанда да зор сақтады. Сонымен бүгін бір үлкен ерлік іс бітіріп келіп тұрмын деп айтты.
Міне сондай әңгімелер қалған баяғыдан. Енді бұл әңгіменің рас өтірігін Алла тағала өзі біледі. Тек бұрынғылардан жеткен әңгіме сөйлейді Мұхитжан. Тек кейінгі ұрпақ, алдыңғы ағалар бізге бір есті әңгіме айтып қалдырма деп ренжімесін деп аз